Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет әрі тез жасалатын 15 минут қана уақытыңызды алатын керемет рогаликидің рецептісін ұсынайын деп жатырмын. Міндетті түрде жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Және де бұл рогаликидің бір ерекшелігі ашытқысы жасалатын рогаликидің түрі болып саналады. Кеттік. Құрамына керекті заттар бізде ұн қажет болады, ерітілген сары май, жұмыртқа, қопсытқыш және де қаймақ, кішкене азырақ тұз, шекер және де қалауларыңыз бойынша жаңғақ қоссаңыздар да болады. Ең алдымен ыдысымызға аламыз, бір дана жұмыртқамызды салып, оның үстінен шым-шым етіп тұзымызды салып алатын боламыз. Содан соң барып қаймағымызды салып алатын боламыз. Және де оның үстінен ерітілген сары майымыздың азырақ қана бөлігін құйып алатын боламыз. Содан соң барып жаңағы ерітілген сары май, қаймақ, жұмыртқамыз, тұзымыз жақсылап біркелкі масса болғанша қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне бізде масса осындай болып шықты. Содан соң барып електен өткізілген ұнымызды аламыз да қасықтың көмегімен осылай 5 ас қасық саламыз, оның үстінен қопсытқышымызды салып алатын боламыз. Содан соң барып қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Достар, негізінде осындай кез келген бір тесто немесе пирог жасайтын кезде ұнның барлығын салып алудың қажеті жоқ. Аз-аздан салып алсаңыздар, сол кезде өте жақсы болып шығады, яғни көтеріліп, ісініп шығатын болады. Осылай қалған ұнның бөлігін де салып алатын боламыз. Содан соң барып тағы да осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Бізде жұмсақ қамырдың тестосы шығу керек, яғни қамыр шығу керек. Міне бізде осындай болып шықты. Қалған ұнның бөліктерінде салып қамыр илеп алатын боламыз. Өте жұмсақ болу қажет. Міндетті түрде осылай жасап шығыңыздар. Қазір біз начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына мен жаңғақ қосқан болатынмын. Негізі жаңғақтан жасалатын барлық печеньелер болсын, рогаликилер, булочкилер болсын өзіме қатты ұнайды, және де менің де отбасыма қатты ұнайды. Сондықтан мен осы жаңғақты қосып жасаған болатынмын. Жаңғақтың осындай үлкен бөліктерін алып аласыздар да, оның пышақтың көмегімен оны осылай әртүрлі бөліктерге бөліп алатын боламыз. Себебі біз қазір бұны оқтаудың көмегіне жүгініп, үгітіп алатын боламыз. Сол кезде сіздерге өздеріңізге өте оңай болу үшін. Яғни барлығын бір жерге жинап, осылай оқтаумен үгітіп алатын боламыз. Міне бізде қазір начинкасын дайындап жатырмыз. Тестасына, яғни қамырына мен қант қоспаған болатынмын. Начинкасына қосамын деп, осылай начинкасына 10 шай қасықтай етіп қантты қосасыздар да, жақсылап тұрып барлығы біркелкі болғанша араластырып алатын боласыз. Міне бізде начинка дайын болды. Содан соң барып дастарханымызға осылай начинкасының жартысын жайып салып алатын боламыз. Одан соң оның үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды аламыз да қолымыздың көмегімен осылай жаңғақты начинкаға аунататын боламыз, барлық жеріне тигенше. Қамырымыз бізде өте жұмсақ, оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Қолмен де жая берсеңіздер болады, себебі өте жұмсақ болып тұр. Содан соң барып жаңағы қалған начинканы осылай арасына барлық жеріне тигізіп салып шығатын боласыздар. Содан соң барып пышақтың көмегімен кәдімгі рогаликидің қалай кесіп аламыз, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесіп алсаңыздар болады. Үлкен формада жасаймыз десеңіздер үлкендеу етіп, мен кішілеу формада етіп жасаған болатынмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап, осындай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боласыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің тестамыз өте жұмсақ болып тұр. Осылай кәдімгідей қолымыздың көмегімен орап алатын боламыз. Осылай қанттың кішкене ғана бөліктер болса, тестаны аунатып алуға да болады. Өте керемет болып шығады. Міне достар, барлығын мен орап түйіп дайындап қойдым. Пергаментті астына қағазды төсеп, енді бұны 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз.
Міне достар, біздің рогаликелеріміз дайын болды, өте керемет болып шықты. Иісі деген айта алмаймын, енді бүкіл асхананы алып жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, аз ғана уақытта жасалатын керемет рецептің бірі деп айтсақ та болады негізі. Достар, міне бізде осындай болып шықты. Біздің Ақтастырған YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің арнамызда өте қарапайым үйдегі бар заттармен жасалатын рецептермен сіздермен бөлісетін боламыз. Қазір арасын көрсететін боламын. Арасы бізде осындай болып шықты, жұмсақ, ауызда еритін, үлпілдек рогаликидің түрі. Міндетті түрде жасауды ұмытпаңыздар.